Енді әмеллер үстінде жұмыс істейміз. Әмеллердің ізбезілігі. Бұл әмеллеріне затады қосу, алу, көбейту, бөлу. Осы 4 әмелді көріп шығамыз. Қазір қайсысы бірінші істеуіміз керек, қайсысы екінші, қайсысы үшінші, қайсысы төртінші. Енді бұл жерде теңкішлі затлар бар бір-біріне. Мысалы, мына түрде есап берілді. Плюс пенен минус деген белгі бір-біріне теңкішлі. Есаплайтын кезімізде. Мысалы үшін, мына жерде 2 плюс келді, бірінші қайсыны істейміз деген кезінде һәмме уақыт шеп тәріптен бастап істеп кете береміз. Мысалы үшін, шеп тәріптен не зат тұрды? 5 пен 7 екеуін қосып аламыз. Одан кейінгі санды қосамыз. Мысалы үшін, 5 пен 7 алсам 12, 12 10-ды қосам 22. Болды, ізбезілікпен есептап. Минус пен плюс араласып кетсе, сонда бұл жерде бірінші плюс істеп алу керек деген зат қағида жоқ. Я болмаса минусты бірінші істеп алу керек деген қағида жоқ. Қызық емес, біздерге ешқандай ол зат рөл ойнамайды. Соның үшін шеп тәріптен біріншісінен бастап істеп кете береміз. 12-ден 3-ті аламын, одан кейін шыққан санға 7-ні қосам, уже есептеп кете береміз. Егер де мен мына жерде 3-ке 7-ні бірінші қосып алып 10 десем, 12-ден 10-ды алсам, одан кейін 2 деген жауап шықса, ол қате деп айтылады. Бұл әмеллерді істеген кезінде ең біріншісінен бастап істеп кете береміз. Бұл рөл ойнамайды ешқандай. Мысалы үшін міне кене минустар келді. Бұл жерде де сондай. Бірінші мына 2 минус істеп алу керек деген зат жоқ. Шеп тәріптен бастап кете береміз. 20-дан 7-ні алып 13, одан кейін 5-ті аламыз, 8 деп айтсақ болады. Бұл жерде де тап сондай. Ең біріншіден бастап кете береміз. Қосамыз, кейін алып тастаймыз, 15-тен зат шығады. Онда плюс пен минус араласып кетсе, һәмме уақыт шеп тәріптен ең біріншіден бастап тұрып істеп кете беру керек екен. Көбейту мен бөлу. Көбейту мен бөлуді бір-бірінен тең күшлі деп айтылады. Мысалы үшін, кілең көбейту келсе де, ең біріншісін бірінші көбейтіп аламыз. Бұда да тап, мына плюс пен минуста қандай қағидаға бойсанған болсақ, мына да тап сондайға істейміз. Яғни, ең біріншісінен бастап істеп кете береміз. Көбейттік, кейінен және көбейтеміз. 30. Мына жерде кілең бөлулер келді, ең біріншісінен бастап кете береміз. 18-ді 3-ке бөлеміз. 6, 6-ны 2-ке бөлеміз. 3 деген зат. Мына жерден шыққан затты жазамыз, одан кейін 2-ке бөліп кете береміз. Көбейту мен бөлу араласып келіп жатыр. Бөлу бірінші топты, көбейту екінші топты. Бірінші көбейтіп алу керек, кейінен бөлеміз деген зат жоқ бұда. Бірінші қайсысы топты, соны есептаймыз. Бөлеміз, кейінен барып көбейтеміз. Көбейту бөлу. Бұл жерде тап сонда бірінші бөлуді істеп өтпейміз. Ең біріншісі көбейту тұрма, онда көбейтуді істейміз. Көбейтеміз, кейінен бөлеміз. Онда көбейту бөлу араласып кетсе, ең бірінші не зат тұрып, содан бастап кетеміз. Плюс пен минус араласып кетсе, ең бірінші не зат тұрып, содан бастап істейміз. Енді егерді бұлар бір-біріне араласып кетсе, мысалы үшін плюс минус пен көбейту бөлу һәммесі бір есапта келсе қандай болады? Отырынан көріп өтеміз. Мысалы үшін мына көріністе есап келді. Бұл жерде енді бірінші шеп тәріптен бастап істеп кетеміз деген зат жоқ. Бұл жерде көбейту мен бөлу плюс минустан жоғары тұрады. Оның дәрежесі үлкен. Яғни бірінші очередьте соны істеп алуымыз керек. Бұл жерде көбейтуді бірінші істеп алуымыз керек. Бұл жерде шеп тәріптен, мысалы үшін 5-ке 2-ні қосып 7, одан көбейтсе, ол қате деп айтылады. Соның үшін бірінші көбейту істеледі, мына жерде 6, одан кейін барып қосамыз. Болмаса және бір есап, мысалы үшін көбейту, қосу, бөлу келді міне. Бұда да шеп тәріптен бастап кете бермейміз. Ең бірінші болып тұрып, мына көбейту мен мына бөлуді істеп аламыз. Одан кейін барып қосамыз. Бірінші осы екеуін бітіріп алуымыз керек. 4-ке 5-ті көбейтіп 20 дейміз, 6-ны 2-ке бөліп 3 дейміз. Одан кейін барып екеуін қосамыз. Көбейтіп, одан кейін қосып, одан кейін бөлсек, ол қате деп айтылады. Одан кейін есеп. Мысалы үшін мына көріністе есеп кетті. Бөлу, көбейту, плюс, минус деген заттар араласып кетті. Бұл жерде бірінші мына бір жерде тұрған бөлу көбейтуімізді істеп аламыз керек. Бөлу көбейтудің өзін қайтып істейміз. Жаңа бірінші бетте көргеніміздей, ең бірінші шеп тәріптегі заттан бастап істеп аламыз. Мына жерде, одан кейін бастап істеп кете береміз. 10-ды 5-ке бөлем 2 шығады, 3-ке көбейтсем 6 деген зат шығады. Енді плюс минус араласып кетті. Плюс минус араласқанда жаңа айтылды. Бұлар екеуі бір-біріне тең күшлі болғаннан кейін шеп тәріптен бастап істеп кете береміз. Мына екеуін қосып аламын, одан кейін барып қостап, алып тастасам 11 деген жауап шығады. Кейінгі есеп. Кейінгі есепте қосырма қатынасқан, скобқа қатынасқан. Скобканың бір өзгешелігі, мысалы үшін, жаңа мына есепте айттық. Бірінші көбейту істеледі. Мына есепте айттық, көбейту мен бөлу істеледі. Бірақ қосырма келген кезде, скобка келген кезінде, скобканың іші бірінші істеледі.
мына жерде бөлу тұрыпты, бірінші бөліп алмаймыз ба деген зат болмайды. Бірінші скобканың ішін бітіру керек. Скобка деген затымыз бұл бөлуден де жоғары тұратын зат. Бөлу, көбейту әммесін жоғары тұрады. Скобканың ішін бірінші істейміз. Онда 5-ке 7-ні қосам, 12 болады. 12-ні 3-ке бөлсем 4 деген зат болады. Плюс деген затымыз, минус деген зат қай уақытта көбейту мен бөлуден жоғары тұратынын енді білсек болады. Қосырма болса, сол қосырманың ішінде плюс минус болса, соны бірінші істеуіміз керек екен. Сол үшін мына көріністе есеп келді. Бұл жерде бірінші қосырманың іштерін істеп болуымыз керек. Тура бұл жерде плюслер, бірақ мына жерде бөлуден де жоғары тұратын бұл қосырма деген затымыз бар. Сол қосырманың ішін бітіруіміз керек. Бұл екеуін қосып, мына екеуін қосып жазамын. Енді бұл қосырмаларды қосғаннан кейін енді бөлулерді істесем болады. Мына плюс істеп кете алмаймыз. Бөлулерді істеп аламын. Мына жерден 5, мынадан да 5 шығады. Енді барып қоссам болады. 10 деген жауап шығады. Одан кейінгісі, мына көріністе есеп. Бұл жерде бірінші қосырманың ішін істеп аламыз. Қосырманың ішінде бұл есебімізді бірінші бөліммен көбейту істеп аламыз. Әммесінің ізбезілігі болу керек. Мысалы үшін мына екеуін бөліп алам бірінші. Мына екеуін көбейтем 6. Одан кейін барып қосамын. Қазір көбейтіп кетуге болмайтын мына қосырманың ішін істеп атып бізге. 3-ке 6-ны қосып аламын. Одан кейін барып тұрып 5-ке көбейтсем 45 деген жауап шығады. Әммесінің өзінің ізбезілігі бар екен. Көбейту бөлулер келсе, әммесін басынан бастап істеп кете береміз плюс минус. Егер плюс минус пенен көбейту бөлулер араласып келсе, көбейту бөлуді бірінші істейміз. Егер қосырма араласып келсе, қосырманың ішін, скобканың ішін бірінші істеп алуымыз керек екен.